оған рұқсат бермейді деген сияқты. Сондай уақыттар өтті енді. Сөйтіп Инстаграм арқылы енді выбор болмағаннан кейін хабарласып, сөйлесіп, осы Impulse платформасын, Impulse компаниясынан беретін мүмкіншіліктерін қабыл алып, бизнесті бірінші күннен жасап кеттім. Ауылды жер болғандықтан ол жердегі 100 мың теңге айлыққа адам өмір сүріп жатқаннан кейін айтты, көпшілік, 50 мың осыны салып қойсам 50 мыңға қалай өмір сүремін деген сияқты. Әртүрлі енді жағдайлар болды. Оған қарамастан қазіргі таңда бір Мұрат мырза мен мысалға бір веткам болса, бұл кісі национальный директор, ол кісінің наставник национальный командасы национальный директор бар. Бұл кісінің командасынан 1000 адам барып келсе, енді мысалға менің командамнан 3000 адам барып келді. Яғни оның бір адам осы кісі ғой, бұның кісі 10 адам менің де адамдарым деген сияқты. Бұл енді өзім былай қабылдаймын. Біз саяхатқа баратын адамдар менің ақшама бармайды. Саяхатқа баратын адамдар либо өзінің ақшасына барады, либо компанияның ақшасына барады. Мен тек қана ортадағы себепкермін. Бизнес жасап жатқан адамдарға айтқым келетіні, сіздер себепкерсіздер. Адамның өмірі өзгеруіне, саяхат деген жаман нәрсе емес қой. Біреуге жағады, біреуге жақпайды деген нәрсе емес. Ол адамның арманы. Сіз сол адамның арманын орындалуына ортадағы себепкерсіз. Ал қалғанын адам өзі үшін өзі жасап алады. Біздің компанияда екі вариант дейміз ғой. Екі түрлі вариант бар. Біреуі клиент болу. Клиент дегеніміз Мұрат мырза сияқтылар, ақшасы бар, маған керек емес, адам шақырмайын деп айтады ғой мысалға, мен бизнес қалай барып келем, соны айтшы дейді мысалға. Ол дегеніміз клиенттер. Бәріміздің бизнесіміз бір, маған жасалған условия, қазір кез келген партнермен маған екеуміздің условиямыз бірдей. Компания мына кісінің атқарушы директор деп бөлек условия емес, бәріміздікі бірдей. Бірақ әрбір партнер оны әртүрлі жеткізеді. Бір системаны, мысалға менің жеткізу әдісі бөлек, Сания Хайрулланікі бөлек деген сияқты. Бірақ идея бір затты айтыватырмыз. Енді мен сіздерге өз әдісімді өзім қалай бастадым, бірінші күннен қалай бастадым, қазіргі күнге дейін осылай айтамын мен. Өзім үйренген, өзім түсінгенімді. Мен түсінгенде YouTube-тан түсіндім, телефонмен ақпаратпен бөлісті, келістім. Біраз кішкене 2-3 күн ойландым, келістім, сонымен тіркелдім. Одан кейін маған ссылка жіберді, YouTube-тан осыны көрді, осыдан үйреніп ал деді. Сөйтіп мен YouTube-тан ананы қойып қоямын да, түсіндіреді, түсінбей қалам керегесін стоп қоям, айландырам, қағазға сызам, айтем. Сөйтіп өзімнің маркетинг планын жасап алдым түсіндіретін адамдарға. Енді сонымен сіздермен бөлісем, қалай мен жұмыс істеймін. Клиент, мысалға, бизнес жасамайтын клиент $200 тіркеледі. Мысалға, қазір араларыңызда қонақтар болсаңыздар, сізді қазір біз саяхатшылар клубына, Impulse ол саяхатшылар клубы. Бұнда саяхаттан басқа ешқандай әңгіме жоқ. Қай жаққа барасын, қалай барасын, ол үшін не істеу керек, сондай виза керек па, керек жоқ, авиаперелет, маршрут, сондай ақпараттар. Міне, новичок тіркелгенде $200 тіркеледі. Бұл $200-дың $100 өміріңізде бір рет төлейтін ақша за регистрацию. Бұл сізде голубой карточкада тұрады, $100 за регистрацию. Енді екінші жартысы сізде золотая карта деп айта алады. Ол яғни қазір сіздің лайнерге баратын билетіңізге жинайтын ақшаңыз. Сіз клиентсіз ғой, сіз бизнес жасай алмайсыз. Сіз екінші жартысы $100, бірден конвертациямен 200 бонусный балл, яғни сіздің лайнерге уже ақшаңыз жиналып жатыр. Яғни $200 салдыңыз, сізде уже лайнерге ақшаңыз жиналып жатыр. Бұл сізде золотой карточкада. Келесі айда сізге $100 счет келеді. $100 счет келеді, бұл бірден 2 еселенеді, конвертация 2 еселеніп, сіздің счетыңызда уже 400 бонусный балл болады. Яғни шарт, сізде клиенттер ештеңе құрастырып алмайсыз, тек қана счетыңызды ай сайын $100-ға толтырып отырасыз. $100, келесі айда $100, сізде счетыңызда 600. Келесі айда $100, сіздің счетыңызда 800. Ай сайын $100. Бізде уақыт жоқ, ай жинауым керек сонда, ол қанша ақша болу керек деген. Сіз саяхатшылар клубындасыз. Сіз қанша ақша жинасаңыз да, оның барлығын жаратасыз, ол қалып қалмайды компанияда. Содан кейін бізге одноразовый клиенттер керек емес, мен бір рет барсам болды. Бірақ енді изначально бәрімізде сол бір рет самолетқа отырсақ болды, бір рет лайнер көрсек болды деп келген шын мәнісінде. Бірақ бұл система
өміріңізде саяхат әрқашан болсын деп ниет етсеңіз, сол адамдарға арналған. Енді сіз саяхаттауға ақша жинап жатсыз. Чем больше денег, тем лучше для вас именно. Мысалға, мен Cruise-ға тіркелдім, 3 айдан кейін лайнерде болдым. Мейлі сіз клиент болсаңыз да, партнер болсаңыз да, өзіңіз қалаған уақытыңызда боласыз. Мен 3 айдан кейін болсам, менің туған ағам 3 жылдан кейін отырды лайнерге. Өзінің бір белгілі бір себептермен жұмыста деді, деді, және денсаулығына байланысты айтып, бүйтіп, сонымен пандемия болды, сонымен 3 жыл дегенде отырса, то есть бұл жерде қашан баратыныңызды өзіңіз таңдайсыз. Incruises деген платформа сіздің телефоныңызда. Бизнес жасау үшін сізге тек қана телефон ғана керек. Телефоныңызда өзіңіздің личный кабинетіңіз болады, логин пароліңізбен тек қана өзіңіз кіресіз. Сол жерде сіз ай сайын $100 ақша жинай бастайсыз. Одан кейін сізде сол телефоныңызда, сол өзіңіз платформаңызда сізде Cruise деген бар, сол Cruise-ға басасыз да, қалаған мемлекетті өзіңіз таңдайсыз. Мысалға біздің және бірінші круизіміз Сингапур, Малайзия, Таиланд болса, келесі круизіміз мысалға Европа елдері болды, Дубай, міне қазір Алла қаласа 6-шы, 7-ші 2 круизіміз Америка құрама штаттарында келесі айда октябрьде бұйырса. То есть сізде дүние жүзі сіздің алақаныңызда, қалаған жеріңізді өзіңіз таңдайсыз. Менің айтуым бойынша емес, компанияның айтуы бойынша емес, өзіңіз қалаған мемлекетке өзіңіз таңдайсыз. Уақытын өзіңіз таңдайсыз. 2023-те барасыз ба, 2024 ба, жоқ 28-ші жылы барасыз ба, ол уақытты да өзіңіз таңдайсыз. Одан кейін круиздің бағаларын сұрайды. Қандай баға? Баға әртүрлі. Әркім өзінің қалтасына қарайды ғой. Кез келген дүниенің, мысалға айтамын да, мен 2000 теңгенің футболкасы болады, 20 мыңдікі болады, 200 мыңдікі, 2 миллионында футболкасы болады. Круиз то же самое. Бұл туризм, бұл баға, бұл жерде әрдайым, мысалы, нақты сізге қанша тұратынын ешкім айта алмайды, сіз ол платформадан өзіңіз қарайсыз, өзіңіздің уақытыңызға, февральға мынандай баға болса, ноябрьге басқа баға деген сияқты, июньге басқа баға. Яғни өзіңіз өзіңіздің қай уақытта барасыз, соған байланысты таңдайсыз. Одан кейін ең күшті маған ұнаған нәрсесі, мысалы, менің атымда аккаунт бар ма, Cruises-да, мен өзіммен бірге 3 адамды алып кете аламын. Яғни бала шағаға, күйеуге, бүкіл туыстарға жеке аккаунттың қажеті жоқ. Мен өзіме аккаунт аштым, өзіммен бірге күйеуімді, ұлымды алып, бірінші круизіме бардым. Өзіңізбен бірге бір аккаунтқа сіз 3 адам алып кетесіз, өзіңізді қосқанда 4 адам. Түсінікті, иә? Енді сіз платформаны қарадыңыз. Енді по финансам ең ақша аздау кететін жер ол Араб әмірлігі. Дубай жаққа. Дубай, Абу-Даби, Катар, Оман деген сияқты. Ол безвизовый авиаперелеті, салыстырмалы түрде басқа жақтан әлде қайда арзандау шығады. Енді примерный расчет, мысалға қарасаңыз, бағаның барлығы 2 адамға арналған. Допустим, сіздің Дубайға ма, или Европа өзіңіз таңдадыңыз, средний бағамен айтқан кезде, сіздің круизіңіз $1600 тұрады делік. Средний. Бұдан арзандары да бар, бұдан қымбаттары да бар, и бұл баға 2 адамға арналған. 2 адамға арналған. Енді қарасыз, мына $1600 круизді бронь жасау үшін, бұл круиздің жарты бағасын сіз мына жинап атқан ақшаңыздан, осы шотыңыздан аласыз. Круиздің жарты бағасын сіз жинап атқан, 2 еселеніп атқан мына жерден аласыз. Яғни $800 шотыңыздан алдыңыз, хотя қалтаңыздан кеткен ақша $400 бұл жерде, 4 айда жинаған ақшаңыз. Ал енді мына $800-ды, мына ақшаның жартысын $800-ды сіз мысалға мынау 2 адамның ақшасы ғой, мына өзіңіз үшін де, мына ақшаны мысалға подружкаңызға или құдағиыңызға айтасыз. Менімен бірге круизге барасың ба, міне мынандай видеосын көрсетесіз, осындай 3 мемлекетті көреміз, Италия, Испания, Францияны көреміз деген сияқты 3 мемлекетке барасың деп бәрін түсіндіресіз. $800 құны. Сөйтіп, қасыңызда баратын адамға $800 құйғызасыз, яғни жарты ақшаны наличка төлеу керек. Егер күйеуіңізді апара жатсаңыз, әйеліңізді апара жатсаңыз, яғни өзіңіз құясыз деген сөз. Сөйтіп, сіз круизіңізді бронь жасап қойдыңыз. Сол кезде мына $800-ыңыз сіздің мына $100 құйған регистрация кезіндегі голубая картаның қасына келіп қосылады. Яғни бұл жерде сізде 900 бонусный балл тұрады. Яғни сізде 2 кошелек болады саяхатқа, біреу голубая, біреу золотая. Енді оның разницасы немеде? Мына жиналып атқан, 2 еселеніп атқан ақшаның мысалға, сіз мысалға $1600 ма счетыңызда, $800-ды 100%-ны қолдана аласыз, жиналған ақшаны, а голубойдағыдан сіз тек қана 25%-ны қолдана аласыз. Себебі мына $800 уже сіз қолданып тастағансыз, саяхатқа бронь жасап қойғансыз, бұл сізге қайтып келіп атқан ақша болып. Түсінікті, иә?
Енді мына ақшаға не кіреді, не нәрсе кірмейді, яғни бұдан бөлек қандай расход бар. Бұл ақшаға сіздің лайнерге аяқ басқаннан, лайнерден жаңағы бір аптама, 10 күн ба неше күн қыдырып қайттыңыз, соның барлығы кіреді. Біріншісі ол трансфер. Яғни сіз бүгін Дубайдан отырдыңыз ба лайнерден, сіз күні бойы және қыдырдыңыз, тамағыңыз іштіңіз, театрдасыз, бассейндесіз, айттыңыз, бүйттіңіз, кешкісін ұйықтаған кезде лайнердің өзінің уақыты бар, маршрут кәдімгідей сағат түнгі 12-де орнынан қозғалады. Сіз оны сезбейсіз де, орнынан қозғалады. Таңертең сіз Абу-Дабиде оянасыз. Үшінші күні сіз Катар мемлекетінде оянасыз. Төртінші күні Оман республикасында оянасыз. Бесінші күні жаңағы айтқан Сирбанияс аралында оянасыз. Алтыншы, жетінші күнде сіз новый маршрут, яғни сізді лайнер тасымалдап жүр, түнде ғана жүреді, күндіз лайнеріңіз орнында тұрады. Сіз қыдырып келесіз қалада, не болмаса пляжда боласыз, немесе лайнердің ішінде қаласыз, өз еркіңіз. 7 күн бар, 7 күн бойы лайнер және трансфер бірінші кіретіні. Екіншісі жәнегі шексіз тамақ. Рестораннан ішесіз, жәнегі салып алатын шведский столдан ішесіз, сол жақтан ішесіз. Сағат-сағатымен емес, безлимитка. Тек қана ресторан ғана определенный уақытта. Яғни тамақ. Үшінші сіздің каютаңыз, жататын жеріңіз, жәнегі комнатаңыз, каютаңыз. Одан кейін төртінші развлечениенің барлығы. Садик балаларға өте ыңғайлы, баланы апарып тастайсың, бала шыққысы келмейді. Жәнегі театрыңыз, аквапаркыңыз, джакузи, бассейн, енді лайнердің ішінде не бар, соның барлығы осы ақшаның ішіне кіріп тұр. 2 адамға осы броньға соның барлығы кіреді. Не нәрсе кірмейді. Лайнерге қатысты дүниенің ештеңкесі де бұл ақшаға кірмейді. Яғни біз инклюзис тек қана лайнерге жауапты. Бұл ақшаға кірмейді, авиаперелет, яғни ұшып бару, және Дубайға дейін, туда и обратно билет, яғни бұл ақшаға қатысы жоқ. Одан кейін, егер сіздің және баратын жеріңіз визовый болса, енді Дубайымыз безвизовый болғандықтан, ал егер Европа, Америка сияқты елдерде, яғни виза қажет, бұны яғни енді жолын көрсетіп, мысалы опыты бар адамдар көрсетіледі, айтамыз қалай жасайтынын, бірақ ақшасы жағынан мына ақшаға кірмейді. Түсінікті, Болды. И лайнердің ішінде төлейтін бірақ нәрсеге ақша төлейсіз лайнерде. Ол дегеніміз чаевый. Мысалға кез келген жәнегі кафе, бір жерге обедке барып келдіңіз, ана жерден төлейсіз 10% за обслуживание деген сияқты. Күніне әрбір адам басына лайнерлерді әртүрлі, біреуінде 10, біреуінде 11 евро болып жатады. Күніне 5000 теңге, былайша айтсаңыз, сіздің және комнатаңызды жинап беріп кеткені үшін, жәнегі ресторанда сізді обслуживать еткені үшін, садикте жәнегі бала шағаңызды қараған үшін, общий және жалпы саны адам басына 10-11 евродан. Басқа лайнерде ештемеге де ақша төлемейсіз. Яғни клиент болу осы ғана. Клиенттер тек қана $100 ақша жинайды, өзінің ақшасына өзі тікелей телефоннан күндіз-түні кез келген уақытта бронь жасайды, авиаперелетін алады, болды саяхатына бара береді. Клиент болу бойынша сұрақ бар ма? Клиент қонақтардан. Может быть, обычно қонақтар сұрайды, доллар ол қанша? Мен даже өзім бірінші сұрадым. Осы жерден теңгемен айтайық, да? Теңгемен. Енді Google-дан қарайсыз, курс доллара, Каспийдан да көресіз, сондықтан мынандай курс қазіргі моментте 473, по-моему. 47 мың теңге, $100 ол 47 мың теңге. 47 мың теңге. Google-дан көресіз күнбе-күн. Яғни бұл жерде ең жақсы сол көп нәрсені біле бастайсыз. Доллар қанша, бұғынға дейін өзіңіздің өміріңізге қатысы жоқ болғанын мән бермейсіз де. Ал уже клубта жүргеннен кейін сіз біреу ана жаққа барып келіп жатады, ол қалай, жақында міне Сания Хайлина Вьетнамға барып келді, Вьетнам қалай екен, то есть араласатын адамдарыңыз бәрі жан жаққа барып келіп жүреді де, сізден әр мемлекет бойынша өзіңіз барғандай ақпарат біліп отырасыз. Напиткалар ол әрқалай пакеті болады, ішіне кіретін, кірмейтіні. Бірақ платный болған кезде ол андай банкідегілер платный. Егер пакетсіз алмаған күннің өзінде, а так разливнойлар бесплатный. Құйып аласыз ғой стаканға мысалға. Ал енді тұрады, неде тарелка, стакан деп барасыз, құйып аласыз, құйып аласыз, олар тегін. Тек қана баночный кока-кола, сондай нәрселер платный. Клиент бойынша сұрақ болмаса, бірден ақшаға кірсек, себебі мені қызықтырған енді ақша. Өйткені
себебі мен жәнегі $100 ай сайын құйып отыратын және айттым, мүмкіндігі болған жоқ. Бірден бірінші күннен бизнеске кірістім. Бизнес жасағанда ең бастысы түсіну керек, что бұл бизнес. Мысалға мына гостиница ма? Мына гостиница, например, бір күнде жасалған жоқ. Бұның жәнегі бұл гостиницаны құрған адам, жәнегі бастығы, бұл кісі жәнегі бір күнде бұғанда әртүрлі жәнегідей нелер кедергілер болды, ақша керек болды, анау болды, мынау болды, бірақ ол кісі жәнегі салам деді ма, жәнегі бұны сол сияқты бұл да осындай бір бизнес. Енді қараңыз, сіз және клиент болып тіркелдіңіз ба $200-ға, бұл жерде тіркелу $295. Яғни разница $95 ғана. Клиент болсаңыз $200, партнер $295. Одан кейін не істейсіз? Сіз $95 не үшін? Бизнесте сіздің жәнегі личный кабинетіңізде обучение бар. Толық сізге сол обучениені өтсеңіз, компания туралы барлық ақпаратты біле аласыз. Мысалға, мені тіркеген адам Астанада болды. Мен ол кісімен күнде сөйлеспеймін, яғни маған айтты, личный кабинетке кірде, пройди обучение деді. Сол обучениені өткен кезде мен барлық сұрақтарға жауап таптым. Ақша қайдан келеді, не үшін не кеселейді, мен төлеген ақша қайда кетті, компания ақша қайдан алып жатыр деген сияқты барлық сұраққа жәнегі сол обучениеден жауап аласыз. Мен сол обучение арқылы үйрендім. Одан кейін обучениені өттім ба, одан кейін мен адамдармен ақпаратпен бөлісе бастадым. Біреу жәнегіде басқа сұрақ қояды, анандай сұрақ қояды, біліп жатсам жауап берін, білмей жатсам мен біліп алайын, сосын сізге жауап беремін деп. Яғни әрекет ету керек, әрекет еткен кезде жәнегіде сіз үйренесіз. Одан кейін осы $95-ға ішіне сізге компаниядан карточка келеді, Inclusus деген логотипмен, виза карта бағана көрсетті, айка, кәдімгі карточка келеді, сіз онымен банкоматтан ақшаңызды шеше аласыз, банктың кассасынан шеше аласыз, яғни кез келген жерден жәнегі осы компания арқылы тапқан табысыңызды барлығын сол карточкадан шешесіз. Енді $295 мен төледім, одан ақпаратпен бөлісе бастадым. Благодарю. Вот Inclusus деген карточка әрбір партнерға келеді бұл. Мен лайнерлар тұр, виза тұр. $295 тіркелгеннен кейін жәнегіде мен ақпаратпен бөлісе бастадым. Бірінші өзімнің туған ағам айттым. Саяхаттап жүрген туған ағам айттым. Енді сен бәрібір барып жүрсің ғой, маған бір поддержка жасашы, себебі қаншама адамдарға айттым. Біреу сенем деді, біреу сенбеймін деді, біреу ақшам жоқ деді, аягөз кішкентай болғандықтан сөйтіп жәнегіде адамдарға командама қоса алмадым. Сөйтіп ағамды тіркедім, ол кісі клиент болып тіркелді. Мен жәнегідей бизнес жасамаймын, жарайды, бір поддержка ретінде тіркелейін деп. Одан кейін бауырыма айттым, ағаң екеуміз бара жатырмыз, барасың ба бізбен бірге, үшеуміз семьямызбен барайық деп. Ол тіркелді мысалға $295-ға. Одан кейін өзімнің ең жақын деген құрбыларымның біреуі де тіркелген жоқ. Біреу айтты, күйеуім рұқсат бермейді, біреу айтты, енем рұқсат бермейді, біреуі мен ондай нәрсеге сенбеймін, сонымен біреуі өзімде былайда барамын, ақшамды жинап деді. Сөйтіп подружкалар тіркелген жоқ, бірақ мамамның подружкалары тіркелді. Ол кісілер енді өмірде опыттары бар адамдар ғой, бірден бизнеске тіркелді. Бір подружкасы 295-ке, бір подружкасы 295-ке, и өзім 5-ші жыл күйеуімді тіркеймін, партнер болып, себебі уже опыт алып алдым, мына кісілерге айтпас бұрын басқа адамдарға айттым, олар тіркелмей жатыр, уже опыт алып алдым да, уже поток кісі тіркелетінін уже сезініп тұрмын. Сол үшін күйеуімді тіркедім, енді басқа адамдар күйеуіме тіркейін деген оймен. Күйеуімді тіркеймін, қазіргі таңда ол да национальный директор, айлығы $5,000. Сөйтіп осылай бизнесімді бастаймын, бауырым бір ғана адам тіркеді, басқа адамдарға болды, ешкім тіркелмейді деді. Сонымен сол бір адаммен қалды. Енді мына мамамның подружкасы 5 адам тіркеді де, безоплатник. Не үшін 5 адам? Бірінші линияға тіркеу шексіз, сіз 5 адаммен шектелмеңіз. 6 адам, 7 адам, 8 адам кете береді, иә? Мысалға мен осы қазіргі күндегі атқарушы директорды ашқанда, иә, ол атқарушы директор дегеніміз айлығы $25,000. Сол рамке жеткенде менде сол 5 жыл бұрын тіркеген 7 адаммен аштым мен. 7 адамым болған, сол 7 адаммен жұмыс істей берген, өзіме кісі тіркеу ойыма кірмегенде, сөйтіп ранг ашқаннан кейін барып, уже басқа адамдар тіркеу керек болды да, сонымен қазіргі таңда 14 адам бар командамда, оның 9-ы безоплатник, қалғандары клиенттер. Бірінші линияда 14 адам. Содан мына адамдар тіркеледі, бірақ біздің компанияда осы Inclusus'та бір ер азамат бар, бірінші линиясында 300 адам бар. Яғни
300 адам тіркеген, то есть ол кісі постоянно күнделікті встречада. Сондықтан да шектеу деген жоқ, неше адам тіркеу керек, максимально кісі көп тіркеуге тырысу керек. Не үшін біз 5 адам деп айтамыз? 5 адам тіркегеннен бастап, сіз ай сайын және клиент сияқты салатын $100 босатыласыз. Сіздің $100 шот келеді сізге, ол $100. Сіз клиент болсаңыз да, партнер болсаңыз да, мәселе ол $100 кім төлейді? Егер де сізде 5 адамыңыз бар болса, компания төлейді, 5 адамыңыз жоқ болса, 5 адамға толғанға дейін өзіңіздің қалтаңыздан төлеп отырасыз. Яғни сіз бизнесіңіз жүрсе де, жүрмесе де сіз лайнерге отырасыз. Инкрузастағы барлық адамдар 100% барлығы круизге, лайнерге отыра алады. Шарт бәріне бірдей. Бірақ кейбір адамдар болады, көршім айтты, ой сен бұлар өтірік, басы барады, аяғы бармайды деген сондай адамдарға сеніп, аралай шөтін құймай қалатын адамдар болады. Олар бармайды дейді. Өйткені ол кісі шөтін құймаса, ол үшін мен құйып бермеймін ғой. Бірақ түсіндіруге тырысасыз максималды түрде. Бірақ ал сіз инкрузға тіркелдіңіз бе, сіздің бір аяғыңыз уже лайнерде. Енді сіз мынайша шексіз кісі тіркеп жатырсыз. Мен өзім басында 5 адам тіркедім, одан кейін 6 адам, әйтеуір 7 адамға толды. Мына мамамның подружкасы 5 адам тіркеді бірден. Мына мамам подружкасы мына кісіден қалмаймын деді, ол да 5 адам тіркеді. Конкуренция. Иә. Мыналар клиент болып сол күйі қалды. Мына мамам подружкасы ол ішінен бір басқа регионнан тағы біреу шықты, мысалы үшінің. Сөйтіп команда көбеюде. Иә? Енді қараңыз. Мына ағам тіркелгенде, мысалы сіздің бірінші адамыңыз тіркелгенде, компания сізге бірден наличка және карточкаңызға түсіп $20 береді. Бірден наличка ақша. Сіз мына 5 адам тіркегеніңіз үшін саяхатқа шотыңыз толып жатыр, уже ешқандай ақша салмайсыз компанияға. Міне $295 мен тіркелдіңіз, 5 адамды тіркедіңіз, сіз енді ақша туралы ойламайсыз. Анаған ақша салуым керек ой деген, компанияға ешқандай ақша салмайсыз. Мына өзіңіз тіркеген адамдарыңызды лайнерге отырғызуға тырысасыз. Либо өз ақшаларымен отырсын олар, либо компанияның ақшасымен отырсын. Әйтеуір өзіңіз тікелей шақырған адамдарыңызбен жұмыс істей бастайсыз. Сөйтіп, мына кісіңізді тіркедіңіз $20 аласыз, келесі адам тіркейсіз $20 аласыз. Әрбір тіркеген адамыңыз үшін компания наличный $20 ақша береді сізге. Түсінікті, иә? Неше адам тіркейсіз, соның барлығына $20. Bir ayda bir kişi tіркедіңіз, $20 аласыз. Келесі айда тағы кісі тіркедіңіз, $20. Қай уақытта кісі тіркейсіз, моментально $20 алып отырсыз. Енді бір ай уақыт өтеді. Мысалға қазір сентябрьде сіз неше адам тіркейсіз? Мұрат мырзаны, мысалы Самал ханым, Сания ханым кісі тіркеп жатырсыз, бір адамдардан. Bir айдың ішінде егер сіз 3 адам, 4 адам тіркесеңіз бір айда. Ендеше мына $20 бөлек тағы да $20 береді компания сізге. Мысалға, мына жерде 3 адам тіркедіңіз ба? $60. Мына жерде тағы да $60 жиыны $120 табыс табасыз. 4 адам тіркедіңіз ба? $80, мына жерден $80, $160 табасыз. Енді, егер сіз 5 адам безоплатка аштыңыз, безоплатник болдыңыз, 5 адам, 6 адам, 7 адам, 9 адамға дейін тіркесеңіз, мына $20 бөлек кісі басына $30 береді компания. Мысалға 5 адам тіркедіңіз, мына жерден $100 табасыз, мына жерден $30-дан $150, яғни $250 табасыз. Наличный. Яғни өзіңіздің салған ақшаңызды ақтап алдыңыз, еще плюстасыз. Шотыңызды компания құйып жатыр. Енді 10 адамнан жоғары тіркесеңіз, кісі басына уже $40. Мына жақта $200, мына жақта $400, сонда сіз $600 табыс таба аласыз. 11-12 ары қарай тіркей бересіз. Кісі басына алатын ақша. Бұл моментальный деп айтылады. Яғни, қазір тіркедің, қазір алдың. Міне тіркедің, міне алдың. Мынау месячный, яғни бір айдың результаты бойынша. Одан кейін недельный деген бар, оның барлығын айтып нетпей ақ қойып, углубляться, потому что көп цифра басыңызға тап, бірақ түсініңіз. Сіз кісі тіркедіңіз ба, моментально ақша аласыз. Сіз тіркеген кісіңіз күшті жұмыс істеп жатыр ма, недельный бонус аласыз. Мынау месячный. Ал енді қараңыз, біз жәнегі айтып жатырмыз, иә? Басында тіркеген 7 адам болды, яғни оған дейін командамен жұмыс істей бердім. Командадан қандай пайда? Моментальныйды бір-ақ рет аласыз, мынау одноразовый, бір-ақ рет алатын ақша бұлар. Енді мына командадан бір адам кетті, мына жақта глубина кетті, кетіп жатыр команда. Команда общий жиыны 30 адам болғанда командаңызбен. Мына мамам подружкасы 5 адамнан келді, мына оның астына кетті 8 адам.
и так далее. Мысалға Мұрат мырзалар менің где-то глубина 13-14 адамдарым мысалға. Бірақ бұл жерде ең жақсысы сізге не важно, сіздің бірінші лично тіркеген адамыңыз өсіп жатыр ма? Ерлік глубинаңыз өсіп жатыр ма? Түсінікті, иә? Міне, мына кісінің өскені мен мына кісінің өскенінің разницасы бірдей. Мына кісілердің өскен әрбір глубинадағы өсуі көзі жанып тұрған адамныңға біз заинтересованы. Любой наставник заинтересован в каждом росте. Одан кейін 30 адам болды ма, глубина командамен бүкіл мынаның барлығы клиент та есептеледі, партнер да есептеледі, глубина есептеліп жатыр. 30 адам болғанда маркетинг директор деген знак, жасыл значок беріледі, тағылады, иә, $300 айлық. Бар ма қазір мына жерде маркетинг директорлар бізде? Аха, тұрсаңыз. Аха, жақсы. Тағы да. Тұрыңыздар, аха. Супер. Аха, супер, мощно. Так. Енді қараңыз, $300 болды. 30 адам, осы маркетинг директорлардан 30 адамнан 100 адамға толады. Без разницы қашан, әйтеуір бір күні 100-ге толады. Сол кезде сеньор маркетинг директор деген знак болады. Значок, ол көк, бізде $1000 айлық. Кім бізде $1000 айлық алып жатыр? Сеньор маркетингтер. Керемет, өте жақсы. Аха, өте жақсы. Енді сеньор маркетинг директор 100 адам 250-ге толады. 250-ге толады. Яғни бұл жерде бізде региональный директор деген знак $2500 айлық. Региональныйлар. О, керемет, жақсы. Аха, региональный директора. Супер. Енді 250 адам әйтеуір бір күні 500-ге толады. Келісесіздер ма? 500 болғанда национальный директор айлығы $5000. Мұрат мырза. Тағда кім бізде? Партнеры тоже были, Супер. Мына $5000 айлық. Мен өзім осы бизнесті бастағанда, маркетинг айтқанда, мына жермен аяқтайтынмын. Осы $2500. Национальный директорден мүлдем айтпайтынмын, ешкім миын қатырмайын. Себебі өзім миыма кіріп атқан жоқ, ол $5000. Осы айтатынмын, $250-2,500 аласың, одан да 250-ден де көп адамдар болса, одан да көп ақша табуға болады деп аяқтаймын. Себебі $5000 менің туысымның, достарым, танысым ішінде $5000 табыстағы адам жоқ болғандан, менің миыма ол мүлдемге миға қатысты дүние емес сияқты болады. Иә. Маған қатысы жоқ, біреулер алатын шығар, бірақ менің өмірімде жоқ деген сияқты. Вообще ештеңе ойламайтын даже. Келеді, келмейді деп те ойламайтын. 500 адам 1000-ға толады. Сол кезінде интернациональный директор деп аталады. $10.000 айлық. $10.000. Ақтөбе бар ма? Бар вообще. Бізде бар. Бар, иә? Мына 1000 адам 2,5 адамға толады. Исполнительный және атқарушы директорымыз, исполнительный директор айлық $25000. Сания Хайруловна. Айгерім Ауракирова, Рита Дауэнова және мен орталарыңызда 4 исполнительный директорлар бар. Ендігі мақсат осы 2,5 адам 5,5 адамға толтыру. 5500-ге толғанда бұл борд директор деген ранг $55.000 айлық. Қазақстанда 7 қыз келіншек осы $55.000 алып отыр. Барлығы Астанада тұрады. Сондықтан Ақтөбеден де бордтар шығады. Атыраудан да, Ақтаудан да, және мына жерде Аягөз сияқты деп айтқан қай жер? Хромтаудан да бордтар шығады. Алла қаласа, кто идет, тот дойдет дейді. Тек қана тоқтамау керек. Ортасына келгенде бір көршіңіз, үй қойшы соны, анау сонымен бірге әңгіме соғылып тоқтап қалмау керек. Жүре беріңіз, ниет етіңіз, сіз міндетті түрде осы борд директор рангына жетесіздер. Енді қараңыздар, мына МД-ның және мен клиенттің әңгімесін айтқанда, мына және айттық қой, $1600 болса, осының жәнегі екіге бөлініп, біреуін счеттан аласың, біреуін наличка құясың деген. Кейбір адамдар айтады, мен наличка $800 құя алмаймын дейді, мысалға, күйеуіммен, бала-шағыммен барғым келеді, бірақ мен алай $1000, $800 құя алмаймын дейді. Екі категориядағы адамдар мына 50% құюдан босатылады. Біріншісі, сіз егер клиент болсаңыздар, партнер болсаңыздар, разница жоқ.
ай сайын $100 құйып жатыр ғой клиент. 24 рет құйылса, 24 рет, иә? Ай сайын жаңағыдай 24 рет 2 жылға толған кезден бастап, сіз мына өмір бойы ол еще, бір рет емес, өмір бойы мына 50% құюдан босатыласыз. Шотыңызда қанша ақша жиналып тұр, соған бронingізді жасап бара бересіз. Сондықтан өзіңіз үшін выгодно тез-тез 24 айға толтыру. Сіз клиент болсаңыз да, партнер болсаңыз да, наоборот, шот келген тосып отыру керек. Менде мысалға команда солай. Адамдар шот қашан келеді, маған енді 3 ай қалды, маған енді 6 ай қалды деп тосып отырады. Және $100 шотымды құюға санап. 24 айдан кейін сіз өмір бойы жинаған ақшаңызға бірнеше бара бересіз. Сіз мысалға круизға бір барып келдіңіз, 50% төлеп барып келдіңіз мысалға, 2 жылға дейін бірнеше круизға да барып келе беруге болады. Лишь бы жәнегі 24 рет $100 шотыңызға түссе болды. И ол $100 сіз құйсаңыз да, компания қойса да разница жоқ. 24 айға толтыру. Одан кейін ол жәнегі 24 айда, да? Ал егер сіз маркетинг директор болсаңыз, және бізде мына жерде ханымдар тұрды орнынан, яғни командасында 30 адам бар. Мына маркетинг директорлар да мына 50%-ын доплата жасаудан босатылады. Яғни маркетинг директор болсаңыздар, шотыңызда қанша ақша бар, соған бронingізді жасап саяхатыңызға бара бересіздер. Бәрібір. Жинап барып, бірақ барсаңыз да болады. Оған дейін 2-3 рет барып келсеңіз де болады. 2-3 рет оған дейін барсаңыз 50%-ын құясыз. Ай сайын $100 дүзбей құю керек. Мына жерде мені қатарымда команда сұрап жатыр. Жаңағы 2 ай төлемей, 1 ай төлемей үзіліп барып, бірақ 24 ай төлесе ол бола ма? Или с самого начала 24 үзілмей төлеу керек? Үзілмей деген жоқ. Үзілмей деген жоқ. Мысалға 3-4 ай құйды, одан кейін 1 ай құйылмай қалды, қайтадан 5-6 ай есептеле береді. 24 рет просто чек тұру керек қой, құйылды деген. Түсінікті. Сондықтан да бұл енді бізге маркетинг план, клиент болсаңыз да, партнер болсаңыз да, бәрібірде сізге өзіңізге тиімді. Қарапайым халыққа тіптен тиімді өзімізге. Бизнесмендер де әркімге өзіне керегін алады бұл жерде. Бұл жерде бәрі бар. Саяхаттан бастап, жәнегі ақшаңыз да, ортаңыз да, признаниеңіз де, бұл жерде сіз жәнегі семьядағы отношение қалай дұрыс жәнегі қарым-қатынаста болу керек, барлығын осы бизнесте үйренесіздер. Сондықтан өміріңізді өзгертуге үлкен мүмкіндік. Менің өміріме бұл мүмкіндік келді. Мен оны алдым. Бірінші күннен жәнегідей бәрі, бір күнде бәрі бола салмайды. Бірақ жәнегі айтқандай, кто идет, тот дойдет. Жолын көрсетуші адамдар бар. Ең бастысы, наставнигіңізді тыңдаңыздар. Себебі, және айттым, наставник самый заинтересованный адам. Сіз мына жерде тұрса, қай жерде тұрсаңыз да, сіздің анаңыз түсінбеуі мүмкін бұны, анаңыз заинтересован болмауы мүмкін. Подружкаңыз түсінбеуі мүмкін, ана не заинтересован. Но наставник каждый адамға заинтересован. Сондықтан наставник сізге жол көрсетуші, наставник арқылы кез келген жәнегі жетістікке жетуге болады. Одан кейін